Түймесі. Түймесі қайсы? Астында бұның. Түймесі астында. Кіші тиегі. Дұрыс. Кіші тиек қай жерде? Мына қара, стрелкілерге қара, мұқият бол. Стрелка мына жерде. Бит қақпағы. Жарайсың. Дыбыс шығаратын ойығы. Дұрыс. Құлақтары. Құлақтары. Дұрыс. Шанағы. Шанағы, иә, мына жақтан келіп тұр, иә? Шанақ. Үлкен тиек. Дұрыс. Және басы. Және екі ішегі. Сол және ре. Жарайсың. Дұрыс. Енді толықтай меңгердік, иә, домбыраның құрылысын. Енді домбыра аспабындағы жаңағы дыбыстардың домбыра пернелерінің орналасуы және нота желісінде жазылуы, иә. Ең бірінші мына ноталардың пернедегі орны, жасына түсіндіріп кетейік, иә. Бірінші маған қазір ең бірінші астыңғы соль шегіндегі, иә, тек бірінші октавалардың ноталарын айтсам маған. Ашық соль, ля және си. Дұрыс айтасың. Астыңғы шекте сонда неше нота кездесті бізде? 3 нота кездесті. Иә, соль, ля, си, иә. Енді соль, ля, сиді айтып тұрсың, иә, маған. Так, соль шегі қайда орналасады? Нота жолында айтып тұрсың маған? Екінші сызықтың бойында орналасады. Иә, сен айтып отыр, иә, мен қойып отырайын мына жерге. Екінші сызықтың бойында орналасады, иә. Одан кейін екінші перненің атауы қандай дедік? Ля. Ля қайда орналасады? Екінші сызық пен үшінші сызықтың ортасында орналасады. Жарайсың. Так, үшінші перненің нотамыздың аты? Си. Си. Ол нешінші пернеде орналасып тұр? Үшінші сызықтың бойында орналасады. Иә, пернеде, төртінші пернеде орналасып тұр, иә. Бұл, яғни бірінші октаваның ноталары, иә. Бірінші октаваның ноталары. Мына қарай кеттік. Ре. Ре. Нешінші пернесінде? Нешінші перне? Төртінші сызықтың бойында орналасады. Пернені айтамыз. Жетінші перне. Дұрыс, иә, жетінші перне. Ары қарай кеттік. Сегізде жоқ, тоғызыншы перне? Ми. Ми қайда орналасады? Төртінші сызықтың бесінші сызықтың ортасында орналасады. До және ре. До. Бұл екеуі нешінші октаваның ноталары? Үшінші октаваның ноталары. Иә. Жалпы бұлар үшінші октаваның ноталары нешінші сызықтардың бойында орналасады? 5 сызықтан бөлек. До. Бесінші сызықтың үстіндегі екінші қосымша сызықтың бойында орналасады. Иә, жалпы екінші қосымша сызықта. Үшінші октаваның ноталары сол екінші қосымша сызықтың бойында орналасады, иә. Ары қарай ең соңғы ре нотасы